Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өзімнің инстаграмда айтқандағыдай біреуге қарызға немесе несиеге қалай ақша беруге болады, немесе біреуден қалай несиеге ақша алуға болады, сол туралы айтқым келеді. Бұрын, егер сіз біреуге қарызға ақша беретін болсаңыз, міндетті түрде қолыңызда распискаңыз, договорыңыз немесе доверенность болу керек болатын. Ал қазір оның ешқайсының қажеті жоқ, өйткені қолыңызда телефон болса жеткілікті. Бұл әрине уақыты аз, тығыз, асығыс жүрген адамдарға немесе көп қағаз толтырып басын ауыртқысы келмейтін адамдарға өте ыңғайлы. Егер сізден біреу қарызға ақша сұрайтын болса, немесе несиеге ақша сұрайтын болса, онда тура осы әдісті қолданыңыз. Ол үшін міндетті түрде қолыңызда телефон болуы қажет, және де Freedom Banker деген приложение бар, соны өздеріңіз қажет етіп алыңыздар, соны ашасыздар. Мінекей, ашылды. Қазір мен пароль терейін. Мінекей, сіздерде осылай ашылады. Енді мына жерде переводы дегенді басасыздар. Енді біреуден қарыз сұрағыңыз келсе, запросить дейсіздер, жібергіңіз келсе, отправить дейсіздер. Мінекей, запросить етіп көрейік мысалы. Мінекей, телефон номер тересіздер. Одан кейін сумма дегенге, мысалы 200 мың теңге деген, 200 мың теңге сұрап жатырмыз. Енді мына жерде комментарий өздеріңіз білесіз жазуға. Енді мына жерде мұқият назар аударыңыздар. P2P займ деп тұр. Яғни үшінші тұлғаға, жеке тұлға ретінде сіздер займ, яғни қарыз бере аласыздар, несие. Бұл дегеніміз срокты да өздеріңіз таңдайсыздар. Максималды срок 12 жылға дейін, 12 айға дейін кешіріңіздер. Енді ставкасын да өздеріңіз белгілейсіздер. Мысалы мен жаңағы 6%-бен сұрағыңыз келіп отыр. Так. И мына жерде мысалы 4 айға 6%-бен жаңағы ақша сұрағымыз келіп отыр. Енді мына жерде сразу сіздерде жазылып тұрады. Яғни сіз 200 мың теңге алсаңыз, 212 мың теңге қылдырып жаңағы сұраған адамға қайтаратын боласыздар. Мінекей, дәл осындай өте оңай әдіспен біреуге ақша беруге, несие беруге болады. Сондықтан, егер сіздерден біреу ақша сұрайтын болса, дәл осы қарызға берулеріңізге болады. Зато қолыңызда қарызға я бердім деген электрондық құжатыңыз болады. Сол арқылы сіз кез келген сотта жеңіп шығатын боласыз. Егер осы видео сізге ұнаса, пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар, және де пайдалы деп ойласаңыз, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер, және де каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.